Сәлеметсіздер ме? Мгм. Сәлеметсіздер ме? Кеш жарық. Мгм. Сәлем, Алия. Мына жерде танып жатқан адамдар да бар екен. Мгм. Так, Ләззат. Дауыс жоқ дейді ме? Барлығы дұрыс естіліп тұр ма? Сәлеметсіз бе, Ләззат? Қалыңыз қалай? Кеш жарық. Кеш жарық. Менің даусым естілмей тұр дейді. Естіліп тұр. Маған Естіліп естіліп тұр тұр да? даусыңыз. Мгм. Аха. Олай болса, бір-екі комментарийдан сұрайық. Менің даусым естіліп тұр ма, сәлеметсіздер ме? Даусым естіліп тұрса, онда бастай берейік. Өте Дұрыс. қуаныштымын. Жақсы, жадыра пеш дұрыс дейді. Мгм. Жақсы, олай болса мен қазір комментарийларды сөндірейін. Жақсы, мен алдын ала айтып қояйын, біз апамның үйінде қонақта жүрген едік, сондықтан арасында балалар шулап кіріп қалуы мүмкін. Мгм. Кеш жарық, Ләззат. Кеш жарық. Кеш жарық біздің Қуаныштымын. оқырмандарымыз. Иә. Енді бұл әлеуметтік желіде алғашқы сұхбаттардың бірі десек те болады. Сәл қобалжып отырмыз. Енді қазақ әйелінің экзистенциясы кеше бүгін деген тақырыпты алып сол қарапайым сұрақтарға алдымен жауап беріп, сіз енді нағыз соның маманы болғаннан кейін сол салада кітабыңыз тұсаукесері болып жатыр. Қазақтың жазылмаған психологиясы деген. Ләззат, енді осы жерде Қатты кішкене неңді бөле қояйын, сөзіңді бөле қояйын. Енді біріншіден мен қазақ әйелінің, қазақ тіршілігінің маманы емеспін. Осы жалпы мына кітапты жазып жатқан кезде де біз пікір жазатын адамдар ілуде біреу екен, өте аз екен. Бұл психология дегенді өзің білесің. Біздің психологияда көбінесе бір-бірімізге сен деп сөйлейміз ғой, сондықтан мен ойлаймын біздің оқырмандарымыз өзіміз жолдас екенбіз, өзім жасы кіші болғаннан кейін сен деп сөйлей берейін, соған келісіп алайық та. Бұл психологияда жалпы әдет ғұрыптың бұл психологияға даже қарама-қарсы деп те айтылады. Мысалы үшін экзистенциальный анализде әдет ғұрып психологияға қарсы деп табылатын бұл конструкт. Сондықтан да бұл енді ши шығару деген сияқты бір дүниеде. Сондықтан бұл қазақ тіршілігінің, қазақ әйелінің тіршілігінің маманымын деп өзіме бір шекпен жамылып алу, бұл мен үшін бір өте ұят тірлік. Содан кейін сенімен де тікелей эфирді жасап жатқан кезде айттым, менің атым қандай маман екенін сен мүлдем жазбай ақ қойсаңдар деп. Өйткені бұл қазіргі кезде психолог деген негізі шекпен киетін адам емес. Қандай адамның жанымен жұмыс істейтін болғандықтан бұл маман емес деп айтудың өзі де қиын. Сондықтан мен ойлаймын, әр адам өзі тыңдап жүрген, менің алдыма келіп жүрген әрбір адам өзі шешеді деп. Бірақ психолог бес аспап болуы міндетті деп ойлаймын. Қазір неге бұл сенің сөзіңді бөліп жатырмын, кішкене сені таныстырып өткім келеді. Содан кейін бұл тікелей эфирдің ауаны, бұл тікелей эфирдің жалпы барысы, мұраты, мақсаты туралы да айтқым келеді. Неліктен? Себебі мен өзімді оқушыларым да біледі. Психологияға діннің қосылғанын, дін мен психологияны үш қайнаса сорпасы қосылады деп айтқан адам емеспін. Сонымен бірге менің айтатыным, бұл дін деген өте терең, бұл деген сенім мәселесі. Сондықтан психология көбінесе қазір мынау пендешілік мәселелермен айналысады. Міне сондықтан бұндай тереңдігім жоқ, сондықтан дінді былай ысырып қойып жүрген маманмын. Бұл бірінші жағынан. Екінші жағынан енді дін алдымызда қазір сізбен біздің екеуміздің әңгімемізді тыңдап отырған әйел азаматшалары бар. Осыларға да айтып өтейін. Ләззат Мырзаш бұл кісі дін психологиясымен айналысатын және осы салада өзінің білімінен бөлек өзінің еңбек өтілімі де бар.
психолог маман, кәдімгі психолог маман, кәсіби тәжірибелі психолог маман. Сонымен бірге сіздерге айтатыным, мынау жалпы экзистенциалдық психотерапия, экзистенциалдық психологияда бұл өзі Эрвин Ялом айтады, мысалы үшін экзистенциалдық психотерапия дейді. Әйтпесе гуманистік, Роджерс экзистенциалдық тоже, бірақ гуманистік психология дейді. Сондықтан қазір Европада психология деген мықтырақ ұғымда, психотерапия деген бұл тек психотерапиямен кез келген маман айналыса алатын. Сондай өзі бір понятийный аппарат дейді ғой, сол конструктілер әлі өзі анықталып бітпеген жағдай. Қазіргі таңда ең маңызды біздің білетініміз осы экзистенциализм екі бағытта дамып келе жатыр. Діни экзистенциализм және де діни емес экзистенциализм. Бұл салада экзистенциалдық дейді психологияда Ләззат Мырзаш діни экзистенциализмнен хабары бар маман. Мен діни емес экзистенциалдық психотерапия мен психология саласының маманымын. Оның ішіндегі экзистенциалдық анализ, логотерапия, травматерапия дейді, соларды меңгерген. Екеуміздің қазіргі сіздер үшін жүргізетін әңгімеміз бұл қазақ әйелінің тіршілігі жайлы. Неліктен бұл тақырыпты біз алдық? Себебі бұған өзі бірнеше себеп бар деп айтуға болады. Ең біріншіден Ләззаттың өзі тіршілік туралы ғылымның қазанында қайнап жүрген адам. Бұл біріншіден. Екіншіден, екеуміз де анамыз, екеуміз де қазақтың әйеліміз. Ғылыммен бірге өзіміздің әйелдік аналық ғұмырымыз, тағдырымыз бар. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, қазіргі қазақ біздің алдымызға келетін, психологтардың алдына келетін әлеуметтік желілерде де психологиялық кеңестер мен коррекциялық жұмыстарға көбірек назар аударатын әйелдер. Бұл үшінші және төртінші ең терең дүние. Қазақ әйелі бұл өмірдің бастауы деп айтсақ болады. Сондықтан да осы Ләззат екеуміз тікелей эфирге шығып қазақ әйелі кешегісі бүгінгісі туралы әңгіме өрбітуге солай өзіміз шешім қабылдадық. Ләззат, сұрақтарың болса барлығына жауап беруге дайынмын. Содан кейін осы жерде бір салтты айтқым келіп отыр. Осы кітапты жазу барысында мен үшін жалпы қазақ әйелі ретінде, қазақ қызы ретінде мен үшін екі салт төбемнен жай түсірді деп айтсам болады. Төбемнен жай түсіргені бер жағы. Ең бірінші салты қазақтың, мынау төсек орын апарады ғой артымыздан. Сол кезде ақ киізін қоса беріп жіберетіні қазақтың. Бұл жерде, мысалы үшін, экзистенциалдық ілімнің өзі бұл феноменологиялық. Яғни біз бер жағындағы қабыршақтарға қарамаймыз, анау түкпіріне қараймыз да. Осы жерде біздің көретініміз, сонда бірінші жағынан алған кезде қыздық тағдыр өлді. Аналық бір басқа келбет қалыптасу керек. Бұл бірінші жағынан. Екінші жағынан алатын болсақ, қазір 1 минут. Мына үйде еще қонақ та күтіп жатыр екен. Қазір бірдеңе қылып нетейін. Ал екіншіден, бұл жерде айтылатын дүние, сонда осы жерде нетіп тұр ғой, сол қазақ қызы тұрмысқа шыққан жерінде сол жерде сүйегі шығу керек деген бір үміт болып тұр ғой. Сол жерде бір өмір бастау алу керек дегенде. Так, қазір Ләззат, мен бір нетейінші, басқа бөлмеден шығайын, мынаны өшіріп. Мына жерге қонақ келіп жатыр екен.